Ассалаумалейкум достар, сіздермен бірге мен Шах. Короче, в общем, достар, превьюден көріп жатқан шығарсыңдар. Бүгін біз Жасикқа жесткий сұрақтар қоятын боламыз. В общем, Жасик, амандасып қой. Бірге сөйлен достар, сіздермен Жасик, ана лайк басып, тіркеліп, коммент жазып отырыңдар. Описаниядағы менің каналыма тіркеліп кетіңдер десейші. Короче, в общем, Жасикқа қазір жесткий сұрақтар емес, енді қазір білмеймін, қандай сұрақтар қоямын, өзім ойлап қоя саламыз. Жесткий сұрақтар қоямыз. И тағы да келесі қандай тиктокерға қандай сұрақтар, давайте прям қазір комментқа жазып кетіңдер. Сұрақтар просто идея жоқ, вообще сұрақтарды комментқа жазып кетіңдер. В общем, Жасик, дайынсың ғой да? Дайын. Бірінші сұрақ. Қызың бар ма? Жоқ. Қалай естішеді? Зачем мне девушка, когда у меня есть левая рука дейсің ғой? Ол жоқ қой менде. Все, короче, екінші сұрақ. В общем, тиктокқа қалай келдің? Кім алып келді, соны айтып берші. Тиктокқа? Айта берейін бе? Айта бер. Ең басында мен бір ағам болған, бір атаным, маған звондатты. Короче, тиктокер болсай, менің досым тиктокер, короче, алып кетесің, ана дейді. Басында бір видео салдым, и сразу рейтке шықты сол видео. Қойш? 400 просмотр жинады. Нормально заттар келді. Қайтадан түсірем, ол да рейтке шықты. Түсіріп жүрдім, бір күнде мен 15 видео саламын, есімде. Бір күнде 15 видео салдым. 15-ті прикинь, рейтке шықты. Ана, көлік жуғышы Иван деп салдың ғой бір кезде? Ол бірінші сол кездер ма, елі сосын ба ол? Сол, білмеймін. Бұрын ау, или бір жағыма. Сол, бұрын білмеймін, сосын тиктокер болып кеттің ба? Жоқ, салып жүрдім. И потом ағамның үйінде едім ол кезде ма. Ағамның үйінде едім, короче. Бір контент ойлау керек болды. Сосын мен Жизагүл деген контент түнде ойладым. Ұйықтадым, үйге келдім де оны түсірдім. И ұйықтаймын, таңертең тұрсам, я звезда. Жазып тұр ғой. Қош? Не деп жазды? Видео түсірейік пе? Жоқ, жарайды, солай келдің тиктокқа, сосын содан кейін тикток бастап кетің. Қазір тиктогыңда неше подписчик бар? 250 мың. Инстаграмда ш? Инстаграмда 8 мың. ВКда ш, ютубта ш? 5 мың. Ютубта 5 мың подписчик жеттің ба уже? Так, келесі сұрақ. Free Fire ойнап жүргеніңе неше жыл болды, неше сезон? 2,5 жыл. 2,5 жыл болды ма FIFA ойнап жүргеніне? Тиктокқа келгеніне неше ай болды? 5 ай. 5 ай? 5 айда 250 мың подписчик, ай сайын 50 мың подписчик, Шындай, Онда күн сайын 2 мың подписчик па? 1750 подписчик па? Мен басында бір айда мен 10 мыңға әрең жеткен адам. Мен білем ғой, Тиньо баннан сені шығарып жүредік қой кезінде. 20 мыңға жете алмай. И сосын келесі айында уже дамай бастадым. 20 мыңға. И содан кейін мен кино түсірдім. Білем. Кино түсірдім, 60 мың болдым сол киномен. 20 мың жеткенде түрім көрсетіп жүрем деп жүредің ғой кезінде. Ешкімге керек емес та ол затты. Неғып айттық деймін да бөле. Так, короче, келесі сұрақ. Дәл қазір қандай телефонмен Free Fire ойнайсың, қандай телефонмен TikTok көресің? iPhone 5s. iPhone 5s. Бұрын соңында қандай телефонмен ойнадың? Avon. Avon сила дейсің ғой? Avonмен мен реально 200 мыңға жеттім, Avonмен. 200 мыңға жеттім прям Avonмен. Қататын телефонмен. Вот сендерге мотивация. Сендердің қандай телефон ұстап отқандарың, мысалы интернетің, мықты интернет болу ешқандай маңызды емес. Сендерде просто телефон болса болды. И сендерге желание керек болды. Мен білесіңдер, Avon, кут айырылып атқан Avon, честно говоря, кут айырылып атқанда қатады ана, мүмкін емес қатады. И мен бір наушнигім болды. Короче, бір наушнигім, и то ол бір құлақтық наушник. Сол бір құлақтық наушнигім мен 200 мыңға жеттім. Ол наушник сатып алып, бір құлақты кәдімгі наушник, и сосын сонымен 200 мыңға жеттім. Шүкір, уже тиктокер еді, сезініп жатырмын, айфон алды, 2 құлақты наушник. Тиктокта қанша теңге аласың ақша? Мен тиктокта мысалы айына
Мысалы көп былай айтсам мұғалімдердің зарплатасын аламын. Мысалы айына 50 мың аламын мен мысалы. Кейде 50 мың, 60 мың көлемде алып отырамын деп бұйырса айтатын шығармын осы сөздерді. 0 теңге аламын. Монетизация осы кезге дейін TikTok'та 5 теңге болса таппадың, да? Реклама ана мынау вообще жасамадың. 250 мың подписчикқа жеттің, TikTok'тан 5 теңге болса таппадың. Хорош. Ендігі мен TikTok'ты зат етемес, ақша үшін емес, просто зат үшін бастағым. Типа хобби, да? Хобби. Типа ұнайды маған. қызық, я интерес, ради интереса. Осындай нелерді қайдан идеялар аласың, видеолар, типа цитата, ана мына. Мен идеяны мен мысалда жатам, тупо кішкене демалдырып аламын. Телефонды өшірсең, дәл қойып сен, ойланып жатам. Жизаларды ойланамын мен. Мысалы, қандай жизалар бар деп ойланып жатам, и миыма келеді. Мысалда, сенің қызы бар досың болды, соны көрдім мен. Просто ФФ-ға кіремін да, эмоция жасап тұрған жерде видео түсірем. И капкутқа кіремін да, оны қойып, озвучка жасайм. Приколды мен. В общем, ойда жоқты табам приколды. Ол дайындалып сценарий емес. Прямой капкутта табасың ба? Просто отырам и сосын табам. Болды. И сразу 50 мың, 40 мың лайк жиналады, да, видео? В общем, короче, Жасикқа сұрақтар қойып болдық. Видео ұнады деген ойдамын. Осы видео ұнаса смело лайк басып, тіркеліп кетіңдер. Келесі қандай тиктокера, қандай сұрақтар коммент жазып кетіңдер. Сіздермен болған мен Шах, тағы да Жасик. Всем салам алейкум.